күнделікті тұрмысымызда жеке компьютерлермен жұмыс істегенде әсіресе Word бағдарламасынан жиі пайдаланамыз. Бұл бағдарлама пайдаланушылар үшін көптеген имканиятлар жаратылған. Microsoft Word бағдарламасын 1983 жылы осы корпорацияның бағдарламашылары Чарльз Симони хамде Ричард Броди тарапынан жаратылған. Бұл бағдарламаның дәслепкі аты Multi-Tool Word деп аталған. Word сөзі инглишше сөз болып, сөз, пікір деген маңызды білдіреді. Жеке компьютермен жұмыс істегенде құжаттар, презентациялар, электрон кестелер, мағлұматлар базасы менен істеуші бір қатар программалар бар. Осы программалар топламын Office бағдарламалар топламы деп аталады. Word бағдарламасы болса, Microsoft Office бағдарламалар пакетіне кіруші текстлі процессор. Себебі текстлі редактор деуменен бір қатарда текстлі процессор деп атауымыздың себебі ол текстлерді редакторлауменен бір қатарда графикалық объектілерменен де жұмыс істей алатығын үлкен бағдарлама болып табылады. Қазіргі уақытта OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, StarOffice Writer, Keyword, iWork, WordPerfect сияқты бір қатар Office бағдарламалар пакеті бар. Бірақ олардың ішінде Word бағдарламасы алдыңғы қатарда тұрады. Forrester Research компаниясының зерттеулеріне қарағанда, карханалардың 81% Word бағдарламасын қолданады екен. Сондықтан Word бағдарламасын үйрену заман талабына айланбақта. Word бағдарламасы текстлерді теру, баспаға шығару, редакторлау үшін арналған үлкен бағдарлама. Бұл бағдарламада текстлерді редакторлау, графикалық көріністерді редакторлау барысында 100-ден астам функцияларды орындауға арналған ең үлкен Office пакетіне кіруші бағдарлама деп айтсақ болады. Әсіресе бұл бағдарламаның үскенелер панелінде болса, пайдаланушылар үшін көптеген имканиятлар жаратылған. Word бағдарламасында жаратылған текстлі файл doc hamde docx кеңейтпесі арқылы сақланады. Бірінші файл аты документ 1, яғни бірінші құжат атымен аталған болады. Себебі Word бағдарламасы іске түскеннен кейін бірінші құжат атымен аталады. Себебі ол жазып атырған текстлер ол пайдаланушының бірінші құжаты болып табылады. Word бағдарламасының түзілісі мыналардан ібарат. Тема аты қатары, менюлар қатары, үскенелер панелі һәм жұмыс айнасы. Word бағдарламасында Alt-Shift-T түймесін бассақ, жұмыс айнасында бүгінгі күннің санесі пайда болады. Ал Alt-Shift-T түймесін бассақ, экранға сағат орнатылады. Кейде клавиатураға қарап тез текстлерді теріп атырған уақытта Caps Lock түймесі басып қалынған болуы мүмкін. Сондықтан текстлерді қайттан жазуға тура келеді. Ал тексттің қалеген жерінен белгілеп алу үшін Ctrl түймесін басу арқылы әмелге асыру мүмкін. Word бағдарламасында және бір ажайып функция бар. Біз орылаған әмелді қайталау үшін F4 түймесін бассақ, біз соңғы орылаған әмелді бізге қайтарады. Жаратылған құжетке файл орнатқыңыз келсе, файл менюсі арқылы құжетті қорғау бөлімін таңдау керек. Бірақ соны есте сақтау керек. Егер сіз паролыңызды ұмытып қалсаңыз, оны қайта қалпына келтіру мүмкін емес екенлігін есте сақтау зарур. Microsoft Office Word дәстүрі хақында бір қанша керекті мағлұматлар айтып өтілді. Енді бұл Microsoft Office Word дәстүрінде әмели жұмысларды көріп өтсек. Бірінші нәубетте бұл Office Word дәстүрін іске түсіруді көріп өтсек. Office Word дәстүрі бірнеше ұсынылар арқылы жүкленеді. Мәселен, компьютердің іш столындағы Microsoft Word белгісі арқылы. Яки болмаса, екінші ұсылы пуск. Все программы, бұл жерден Microsoft Office һәм Microsoft Office Word бөліміне бассақ, бұл программа жүкленеді. Енді бұндан басқа да және бір ұсылы бар, бұндан басқа да, яғни айтып өтетін болсақ, қазіргі уақытта операцион системалардың рауаждануыменен кейінгі уақытларда Windows 8, Windows 8.1 һәм Windows 10 операцион системаларында пуск түймесі жоқ қылып қойылған Microsoft компаниясы тарапынан. Міне осындай жағдайлар болып қалған уақытында бұны қалай әмелге асырамыз? Бұның үшін әлбетте бірінші Windows R, яғни клавиатурадан Windows R клавиатуралар басып, комбинациясын басып, һәм бұл жерден инглиз тілінде Win Word сөзін жазамыз, һәм Enterді басамыз. Міне бізге бұл жерде Word дәстүрі іске түсілді. Word дәстүрі бірнеше жүдәйім көп имканиятларға ие. Солардан айтып өтетін болса, көп пайдаланушыларға керек болатұғын бірнеше имканият һәм функцияларын көріп өтсек. Мәселен, жұмысты басылған уақытымызда біздерге линейка
функциясы жудайым керекті болады. Көпшілік жағдайларда бұл оңнан, шептен, жоғардан, һәм төменнен көріністерін өзгертуге тура келуі мүмкін. Ондан басқа да, міне осы жерде линейка функциясында қатарында бұл жерде үшмейішлі белгі тұрыпты. Бұл белгі нені аңғартады? Яғни бұл белгі, әрбір жазулар жазған уақытта абзацта олардың оңнан һәм шептен көріністері қай дәрежеде шетлері болуын көрсетеді. Мәселен, экраныңызда көріп тұрған бұл белгі абзацты белгіледі. Яғни әрбір жазудағы әрбір абзацтың неше сантиметр аралықта болуын белгіленеді. Көпшілік жағдайларда бұл 1,25 сантиметр болады. Міне қазіргі уақытта Microsoft Office Word дәстүрі пайдаланушылары қарақалпақ тілінде жазған уақытта қарақалпақша харіплер, яғни 8 харіплерді жазу бір машқала тудырып қалуы мүмкін. Бұл машқаланы шешу үшін қандай жол тұтсақ болады? Әлбетте бұның үшін Microsoft Office Word дәстүрінің вставка менюсіне барамыз. Һәм бұл жерден символ бөліміне барамыз. Символ бөлімінен другие символы бөліміне бассақ, біздің экранымызда символлар тізімі көрінеді. Енді бұл жерден өзімізге керекті болған харіплерді тауып алу керек болады. Мәселен, міне экраныңызда көріп тұрған «ә» харібіні белгіледік. Һәм осы жерден сочетание клавиша бөліміне басамыз. Новый сочетание клавиш бөліміне өзіміз Ctrl-1 харібін басамыз. Һәм төмендегі назначить бөлімін басамыз. Енді һәм жауамыз. Кішкентай харібі керек болса, «ә» харіптің кішкентай харібіне басамыз. Сочетание клавиш бөліміне басамыз. Һәм бұл жерден Alt-1 кнопкасын басып, назначитке басамыз. Һәм закрыть түймесі арқылы шығып кетеміз. Microsoft Office Word дәстүрін пайдаланған уақытымызда 2010, 2007, яки 2013 версияларындағы сақланған файлар 2003 версиясында сақланған файларда ашпай қалады. Бұндай жағдайларда не қылу керек? Әлбетте, бұның үшін біз өз құжетімізді 2003 версиясында сақлауымызға тура келеді. Бұны қалай әмелге асырамыз? Файл менюсі, сохранить как, һәм бұл жерден тип файла бөлімінен документ Word 97-2003 бөлімін таңдаймыз. Һәм өзіміздің құжетімізді ятта сақлап алсақ болады. Бұл құжетіміз әмме версияларында толық аша алады. Word бағдарламасының имканиятлары бұның менен тоқтап қалмайды. Оның жаңадан жаңа версиялары жаратыла береді. Сондықтан біз пайдаланушылар бұл имканиятлардан өнімлі пайдалансақ, текстілерді тез һәм сапалы таярлаймыз.